Қазақ тілі 4-ші сынып. Тақырыбы етістіктің шақтары. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағында етістіктің шақтарымен танысамыз. Ең алдымен етістік туралы алған мәліметтерімізді еске түсірейік. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Етістік құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір ғана түбірден тұрады. Күрделі етістік кемінде 2 сөздің тіркесу арқылы жасалатын сөздер. Тұлғасына қарай негізгі және туынды етістік болып бөлінеді. Түбір сөзден болған етістікті негізгі етістік дейміз. Мысалы, оқы, көр, күт, жаз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік дейміз. Мысалы, шегеле, ақылдас, ойлан, әдеміле. Іс-әрекеттің жүзеге асу аспауына қарай болымды және болымсыз етістік болып бөлінеді. Болымды етістік сөйле, сыз, жаз, бар, айт, кел, тағы басқа. Болымсыз етістік болымды етістікке маме, бабе, папе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, үзбе, ерінбе, тиме, барма, тағы басқа. Етістіктің жіктелуі. Етістік жекеше көпше түрде жіктеледі және 3 жағы болады. Бірінші жақ: мен келдім. Екінші жақ: сен келдің, сіз келдіңіз. Үшінші жақ: ол келді. Көпше түрде бірінші жақ: біз келдік. Екінші жақ: сендер келдіңдер, сіздер келдіңіздер. Үшінші жақ: олар келді. Етістіктің шақтары. Етістік 3 шақта айтылады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ іс-қимылдың осы уақытта істеліп жатқанын көрсететін етістіктің түрі. Сұрақтары: не істеп жатырмын? Не істеп жатырсың? Не істеп отыр? Мысалы, оқып отырмын, ұшып жүр, келе жатырсың, күліп тұр. Өткен шақ іс-қимылдың уақыттан бұрын істелгенін, орындалғанын көрсететін етістіктің түрі. Сұрақтары: не істедім? Не істедің? Не істеді? Мысалы, оқыдым, ұштың, келдің, күлді. Келер шақ іс-қимылдың алда істелетінін, көрсететінін білдіретін етістіктің түрі. Сұрақтары: не істеймін? Не істейсің? Не істейді? Мысалы, оқимын, ұшады, келесің, күледі. Осы етістіктің шақтарына қарай берілген етістіктерді 3 шақта жаз. Айт, оқы, біл. Енді жазғанымызды тексеріп көрейік. Айт. Осы шақта айтып отырмын. Өткен шақта айттым. Келер шақта айтамын. Оқы. Осы шақта оқып тұрмын. Өткен шақта оқыдым. Келер шақта оқимын. Біл. Осы шақта біліп отырмын. Өткен шақта білдім. Келер шақта білемін. Енді сіздерге балалар шығармашылық тапсырма. Суреттегі зат атауларын қатыстырып, іс-әрекеттің бұрын болып кеткенін және алдағы уақытта болатынын білдіретін сөйлемдер құрап жазыңыз. Мен оны келесі сабақта тексеремін. Бүгінгі сабақта мен не білдім, не үйрендім, маған ұнады,
Мен үшін қиын болғаны, менің көңіл күйім туралы сабаққа кері байланыс береміз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.